Қазіргі таңда отандық өнер иелері әлемдік сахнаға шығып, жұртты таң қалдырудан жалғар емес. Ақтық сыны Майами қаласында өтетін кезекті халықаралық Hard Rock Rising 2017 байқауында еліміздің намысын қорғау үшін аттанатын CZJ тобы дайындық үстінде. Вначале было онлайн-голосование, потом было живое выступление здесь, в Алмате. Выступали все казахстанские рок-группы. Теперь мы будем представлять интересы Казахстана уже в Азии. Вот как выберут лучшую азиатскую группу, и та отправится в Майами, чтобы выступить на крутейшем концерте, на здоровой сцене хард-рока. Это будет очень круто. Да, получается, что выбирают из 4 континентов. Это Северная Америка, Южная Америка, Азия и Европа. Да. Вот, и получается 4 группы отбираются, потом это... Өз өнерін дәлелдеу үшін әлемдік байқауларға шығуды әдет еткен кезекті өнер иелері кәсіби түрде ән айтып қоймай, әндерін де өз қолынан шығарады екен. Получилось то, что у нас история группы на самом деле очень забавная. Мы много времени вместе играли перепевки. Но для этого конкурса мы решили все-таки написать свой материал. И он получился настолько классный, что просто мы решили продолжить дальше заниматься этим проектом. Күні бүгінге дейін лайф-бенд ретінде өнер көрсеткен CZJ тобы осыған дейін топ атын 3 рет өзгертіпті. Осыған қарамастан бас айналдырарлықтай танымалдылық иеленеміз деп сенген өнер иелеріне жеңіспен қатар сәттілік және үлкен табыс тілейміз.